Қу түлкі. Аш түлкі тамақ іздеп келе жатып, бір кісінің шанамен балық әкетіп бара жатқанын көреді. Ап міне, жақсы болды. Мен мынаның балығын алып жейін, деген ой келеді. Жүгіріп алдынан шығып, өлген болып, жолда созылып жата қалады. Әлгі кісі жолда түлкінің өліп жатқанын көреді. Құдай берді. Тымағым тозып кетіп еді. Басыма бір жақсы тымақ болады. Деп түлкіні алып шанаға салады. Киізбен жауып, алдына қарап, атын айдап жүріп кетеді. Түлкі ақырын ығыстырып, аяғымен балықты түсіре бастайды. Балықты түсіріп болған соң шанадан секіріп түседі. Кісі үйіне келіп, шанадан түсе салып, кемпіріне былай дейді. Бәйбіше, мен өзіме жақсы тымақтық түлкі тауып әкелдім. Бәйбішесі, қайда? Деп сұрайды. Шанада балықтың үстінде жатыр. Жүнін үйпалақтамай көтеріп әкел. Жібітіп, сойып берейін. Илеп өзіме тымақ қылып бер. Бәйбішесі барып киізді көтерсе, балық та жоқ, түлкі де жоқ. Қу түлкі алдап кеткенін сонда біледі. Өкінгеннен не пайда, бәрібір түк те жоқ.